Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Менде бүгін мынадай идея болып тұр, мынадай юбка болатын. Ұзын юбка, осыны бұзып біз киінетін болғандықтан топ жасаймыз. Әуелі барлығын сөгіп алып, дайын лекаламен мен осы юбкадан, яғни топ майка жасайтын боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап отырып, қоңырау белгісін бас қоюды ұмытпаңыздар. Әуелі сөккішпенен жақсылап белін сөгіп алып, беліндегі резинкасын алып тастаймыз. Дайындау үшін мен дайын лекаланы пайдаландым. Сіздер де өстіп топ тігіп алсаңыздар болады, өте оңай. Әуелі алдыңғы бөліктегі выточкаларын тігіп алдым. Осылай тігіп алғаннан кейін бұны жақсылап тұрып өтектеп алу керек. Оны да өтектеп алдым. Ендігі кезекте бір-бірін қосып, екі жағын қосып, оны да тігіп алу қажет болады. Одан кейінгі мәселе ішкі жағына тігістер көрінбеу үшін осындай аптачка қоямыз. Оны жақсылап тұрып дублиренменен жабыстырып аламыз. Оны да тоже қосып алып барып, екеуін тоже қосқаннан кейін оверлоктаймыз. Содан кейін барып қана қосып аламыз.
төңкеріліп қырылып жатқанына қарамастан осындай детальдарды дайындап алдым дублирин деп. Негізі қара дублирин болса қатып кетер еді, бірақ мендегі бары осы болды. Осылайынан дайындап алып, өтектеп жабыстырып, екі боковойын инелермен қадап алдым. Одан кейін де жаңағыдай негізгі бөліктерін, яғни алды мен артын бір-біріне қосып, оларды тоже инемен қадап алдым және зырылдатып машинкада тігіп шықтым. Дайындап болғаннан кейін барлығын боковойын қосып алғандарды барлығын оверлоктап шықтым. Вот бізде барлық детальдарды осылай оверлоктап алдым. Ендігі кезекте негізгі бөлікпен осы аптачканы қосу керек. Осыны бір-біріне беттестіріп алдым әуелі. Содан кейін бізде ең негізгі бөлік ол лямка қалып кетті. Осы лямканы мен 32 сантиметр етіп дайындап алдым. Осы бірінші өстіп дайындап қойдым да, одан кейін лямканы тігуге кірістім. Лямканы бір-біріне қаратып, осылайынан жіңішке етіп дайындап алдым. Ендігі кезекте осы екі бөліктің арасына осы лямканы қондырып жіберіп керек. Осылай ішкі жағына қарай бірінші алдыңғы жағын осылай инелеп алдым да, лямкасын бірінші қондырып алдым, қимылдап кетпеу үшін. Содан кейін айналдырып инемен қадап алып бірінші алдыңғы бөлікті тігіп шықтым. Одан кейін барып қана артқы бөлікке кірістім. Sultan bir akla bilmiş ya.
шулатқанда миды ашытып жеріне ғой. Шулатып жүріп топты тігіп алдым. Енді соңғы детальдары қалды. Астыңғы бөліктерін осылай тіліп тіліктермен жасап алдым. Енді ішкі жағынан тігіс жүргізу керек, чтоб топ жақсы жату үшін. Чтоб өтектеген кезде де жақсы жату үшін солай ішкі жағынан 1 мм етіп, осылайнан қолдың көмегіменен ұстай отырып 1 мм етіп тігіп шықтым. Содан кейін жақсылап өтектеп, астыңғы бөлігінде 1 см ішке қарай қайырдым. Жалпы шулатып жүріп, осы топты да тігіп алдым. Негізі бастағаныма ұзақ уақыт болды. Сөгіп қойдым да, киім тігем деп әйтеуір бір реті келіп, осы топты тігіп тастадым. Сіздерде осылай тігіп алсаңыздар болады. Негізі дайын лекалалары көптеген телеграм каналдарында неше түрлі осындай топты көрсеңіздер болады. Шулатып жүріп осындай әдемі топты тігіп алдым. Менің каналыма жазылып, подписаться етіп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.